Ассалаумағалейкум қадірлі телекөрермендер, эфирде кезекші бөлім бағдарламасы. Соңғы кездері кейбір қой терісін жамалған теріс пиғылды діни ағымдар өз қарамағына жастарды еліктіріп, қосып алып жатқандығы жасырын емес. Болашағымызды жалғастырар жастардың сана сезімін жат пиғылдан арылтып, одан бойларын аулақ жүруге бағытталған көптеген насихат жұмыстары жүргізіліп келеді. Алайда ол жеткіліксіз болып отыр. Себебі еліктейтіндер көп екеніне құқық қорғау органдары көз жеткізіп отырғаны мәлім. Ең бастысы сөзге алданып, арбауына еріп кететін жастарды ескертумен ғана шектелмеу керек дейді мамандар. Жастарды мейірімділікке, адамгершілікке, сыйластыққа баулайтын ұлағатты тәрбиелік мәнісі бар мысалдар көп. Тек дер кезінде ата-аналар дұрыс тәрбие беруден жалықпаса болғаны. Бүгінде заңды тіркелмеген діни ағымдар көбейіп барады. Соның бірі Хизбут Тахрир экстремистік партиясы саналады. Жалпы Хизбут Тахрир дегеніміз қандай партия, оның жақтастары нені көздеп жүр? Бұл тақырыпқа біз бұрында бірнеше рет тоқталған болатынбыз. Араб тілінен аударғанда хизб ұйым, ал тахрир еркіндік дегенді білдіреді. Тарихқа тоқталсақ, Хизбут Тахрир экстремистік діни ұйымын палестиндік Такия-ед-Дин Набхани 1952 жылы құрған. Ол өз жақтастарының санын көбейту үшін ислам дінін жамылып, 13 жыл ішінде халифат құруды көздеген. Аталмыш ұйымды әлемнің көптеген мемлекеті террористік деп танып, құқық қорғау органдары олардың іс-әрекеттеріне тосқауыл қою қажет деген ойға келеді. Сонымен қатар, Хизбут Тахрир діни ұйымының өкілдері заңсыз әрекеттерін Египет, Иордания, Тунис, Кувейт, Палестина, Түркия және Батыс Еуропа елдерінде жүргізбек болған. 1995 жылдан бері аталмыш ұйымның өкілдері көршілес Өзбекстан Республикасында бар екені белгілі болды. Араб елдерінде өздерінің іс ойларын жүзеге асыра алмаған партия жетекшілері ТМД елдерінде жүргізуге тырысып бақты. Партия жақтастары алғаш рет Қазақстанда 1998 жылы пайда болды. Өзбекстан мен Ресейде Хизбут Тахрир партиясы күні бүгінге дейін террористік ұйым саналады. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы мен жоғарғы сотының шешімімен Хизбут Тахрир біздің елде өз жұмысын жүргізе алмайды. Бірақ олар көздеген ниеттерін іс жүзінде жүзеге асыру үшін барынша жұмыстануға тырысып, артқа шегінер емес. Бұл орайда еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитеті кең көлемді арнайы операция жүргізуінің нәтижесінде 2006 жылы бір күн ішінде Хизбут Тахрир діни экстремистік ұйымның барлық басшыларын қолға түсірген болатын. Десек те заңсыз ұйым сарқыншағы бас көтеріп отыр. Кейінгі кездер мемлекетіміз террористік ұйымды таныған Хизбут Тахрир Ал-Исламия деген ұйым, партия кейінгі кездер бой көтеріп жүр. Бұның қауіптілігі неде? Біздің жалпы мына ислам дінді жамылып, Құранды бетперде қылып, халықтың келген нәрсе бұл өте қауіпті болады. Өйткені халық әлі біздің еліміз оған дайын емес, исламды білмейді. Сондықтан қауіптілігі сол, бұл Алланың атымен келеді, неге халықтың осындай үлкен бір өкініштерге апаратындығын біз кейін кезде көріп жүрміз. Біз мына көптеген көршілес мемлекеттерді көріп жатырмыз. Міне осындай дүрдәрі ұйымдардың салдарынан қарапайым халықтар қантөгіс болып жатыр. Экономика құлдырап, бейбітшілік болмаған жерде ешқай нәрсе болмайды. Бірінші бізге басты бейбітшілік керек. Бейбітшілік болған жерде мұнай да болады, экономика да көтеріледі. Міне соларды ол біреуге пайдалы. Ал жалпы қарапайым халыққа осының арты қантөгістікке алып келетіні сөзсіз. Дүйсен Қажы Қасынияздың айтуынша, Хизбут Тахрирдің жақтастары насихат қызметін қолданыстағы және қазіргі заманға әдістерді пайдалана отырып жүргізеді. Радикалдық идеялардың Орта Азияда таратылуы біздің мемлекетімізге, тәуелсіздігімізге, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, қоғамда ұлттық келісім мен тұрақтылыққа тікелей қауіп төндіреді. Олар ислам деген қасиетті сөзді қосып, халифаттың құрылу идеясын ашық насихаттауға көшкен және өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін күрестің қатаң экстремистік және террористік әдістерін пайдаланатындарын жеткізіп отыр. Хизбут Тахрирдің негізгі бағдарламасы 13 жылға есептелген. Осы жылдар ішінде партия билік басына келу керек болатын. Бұдан соң мерзім 3 рет ұзартылды. Алайда одан бері 50 жылдан астам уақыт өтті және бүгінде бұл утопиялық идеялар әлі жүзеге асырылған жоқ. Олар өздерінің тарататын үнпарақтарында халифатты құру үшін күштеу шараларын қолдануға шақырады. Мұсылмандарға айтылған осындай үндеулердің бірінде ұйықтамаңдар, тірілей сияқты қимылдаңдар. Алланың шариғатына назар аудармайтын басшылардан құтылыңдар. Әскерлерді ғазауатқа бағыттаңдар және еврейлерді қуыңдар. Құрбан болатындар болуы мүмкін. Ғазауатта шахид болу мүмкіндігінше шыдауға тура келеді деп көрсетілген. Жалпы халифатты құру ол мүмкін емес. Іске аспайтын үлкен қателік дейді бас имам.
біреудің отбасын бұзып, немесе біздің мына мәсхабты мойындамау деген сияқты, мешіттен бездіру халықты. Біз халық шөл, халық имандылыққа шөл. Біз Аллаға құштармыз, бірақ сол Аллаға баратын жол 1000 миллион қазір. Халықтың басы айналып жатыр, қайсысын ұстау. Міне соларды бұлар шебір пайдаланып тұр. Енді қысқасы, мына Хизбут Тахрир ұйымға кірген адамдар қазір көбі түсініп адасқандығын біліп, өзі оралып жатыр отбасына. Біреу жаңа оқуын тастап кеткендер өзінің оқуына, отбасын тастап кеткендер отбасына келіп жатыр. Демек бұның барлығы ар жағында ешқандай дінге, исламға оң қайнаса сорпасы қосылмайтын бір сақалды саясат екенін түсіндіріп жатыр. Міне, құрметті көрермендер, біздердің де сізге, мен діни тұлға ретінде сіздерге айтарым, міне осындай қой терісін жамылған қасқырлардан, діннің атын жамылған қасқырлардан біз ұрпағымызды, жамағатымызды, халқымызды қорғайық.